Қазақстан әлемдегі ең кедей зейнеткерлер тұратын елге айналмақ. Мұндай жағдайға жеткізбеу үшін ұлттық банк бір топ экономистің ұсыныстарының бір бөлігін мақұлдады. Зейнетақы жүйесіне қатысты кейінгі жылдардағы ең ауқымды реформа пысықталуда. Биліктің ұстанымынша ол осы жүйенің қаржылық тұрақтылығын арттырып, заман талабына сай ету қажет. Сондықтан реформаның нәтижелері мемлекетке де, қарапайым қазақстандықтарға да, жұмыс берушілер мен бизнесмендерге де салмақ салады. Басты проблема бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өз салымшыларын, болашақ зейнеткерлерді лайықты инвестициялық кіріспен қамтамасыз ете алмауы және зейнетақы активтерінің басым көпшілігінің 63,41% теңгедегі құралдарға салуы кесірінен азаматтардың қордағы жинақтары еселеп көбею орнына қалпымен инфляция мен девальвацияға қатар жем болуда. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының биылғы бірінші жылдықтағы зейнетақы активтерінің кірістілігі небәрі 6,59% болды. Бұл инфляциядан келген шығынды да жаппайды. Ұлттық банктің дерегінше биылғы маусымда жылдық инфляция 8,4%-ды құрады. Салдарынан сарапшылардың айтуынша 2040 жылдан кейін бейнетінің зейнетін көретін жасқа жеткен қазақстандықтар кедей емес қайыршыға айналуы бек мүмкін. Олардың алатын зейнетақысы 40-50 мыңдай ғана болмақ. Өйткені қазіргі зейнеткерлердің алатынының басым бөлігі 3/2-сін құрайтын ынтымақты зейнетақы 2040 жылы жойылады. Содан кейін зейнеткерлерге тек базалық зейнетақы және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы төлейтін тиын-тебен ғана қалады. Сондықтан биліктен кеткен экономистер мен қаржыгерлер тығырықтан сәл де болса шығатын бір жолды ұсынып отыр. Біріншіден, ең төменгі жалақыны зейнетақы жүйесіндегі барлық төлемдерді есептеудің бірыңғай ең төменгі стандарты ретінде бекітуді ұсынды. Өйткені бүгінде базалық зейнетақыны есептеуде ең төменгі күнкөріс деңгейі қолданылады. Салыстырсақ, 2024 жыл ең төменгі жалақы 85 мың теңгеге тең, ал ең төменгі күнкөріс деңгейі 43,407 теңге ғана. Қазақстандықтардың көпшілігі базалық зейнетақының соның 65% көлемінде, яғни 28 мың теңгедей ғана алады. Сарапшылар дамыған елдерде зейнетақы ең төменгі жалақының шамамен 60%-ын құрайтынын алға тартты. Егер Қазақстан осы стандартты қабылдаса, онда базалық зейнетақы қазіргі шамамен 51 мың теңгеге дейін елеулі өсер еді. Бірақ ұлттық банк 60%-ды көпсініп отырған көрінеді. Сарапшылар ең құрыса ең төменгі жалақының 50%-ын құрағаны жөн деп отыр. Бұл 42.500 теңгеге тең. Екіншіден, ұсыныс иелері президентке базалық зейнетақының мөлшерін тең арттыру жолымен мемлекеттік зейнетақыға жұмсалатын бюджет шығыстарының көлемін жалпы ішкі өнімнің 3%-нан төмен емес деңгейде сақтауға кеңес берді. Өйтпесе 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кемінде 6 ай еңбек өтілі бар қазақстандықтарға ғана төленетін ынтымақты зейнетақы жойылған соң, ғасыр ортасына қарай мемлекеттің зейнетақы шығыстары жалпы ішкі өнімнің 1%-нан да төмен түсіп кетпек. Ұқсас жинақтаушы зейнетақы жүйесін енгізген бірақ аса кедей Мексика, Чили сияқты елдердің өзі зейнеткерлеріне жалпы ішкі өнімнің 3-4% деңгейінде бюджет қаражатын жұмсайды. Егер дәл қазір жүйені өзгертпесе, болашақта әлемдегі жағдайы ең нашар зейнеткерлер Қазақстанда тұратын болады. Жалпы ішкі өнімнің есебінен қалыптастырылған жинақтардың төленетін алдағы төлемдердің мөлшері өте аз болады. 2040 жылы орташа төлем 2024 жылдың бағасымен алғанда 8-10 мың теңгені ғана құрайтын болады. Бұл ойланарлық жағдай.